Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге фисташковый рулеттің рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Фисташковый рулет небәрі 3 ингредиенттен тұрады: белок, қант және фисташки. Жуып тазаланған фисташкиді осындай противенге жая отырып, печкада 5-6 минутқа кептіріп аламыз. Кепкен фисташкиларды печкадан алғаннан кейін толық суытамыз және де блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Құрғақ ыдысқа S1 категориялы 5 жұмыртқаның ақуызынан сарыуызын ажыратып аламыз. Сарыуыз араласып кетпеуі қажет. Соны қадағалау үшін әрбір жұмыртқаны осындай бөлек кесеге немесе бөлек бір ыдысқа ақуызын жинай отырып жинасаңыздар, сіздерге үлкен көмегі тиеді. Миксердің көмегімен жиналған белоктарды араластыра бастаймыз. Алғашқы көбіктер пайда бола бастаған кезде қантымызды 2-ге немесе 3-ке бөле отырып араластырамыз. Миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастаймыз және жылдамдықты арттыра береміз. Белок өзінің формасын ұстайтын консистенцияға келгенге дейін араластыра береміз. Енді дайын болған меренгамыздың үстіне блендерден үгітіп алынған фисташкиімізді қосамыз. Миксердің көмегімен араластырмаймыз. Бұл жерде тек қана лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластырамыз. Дайын болған рулетіміздің меренгасын енді противенге пергамент қағазын төсей отырып жайып аламыз. Спатуланың көмегімен жайсаңыздар, сіздерге өте оңай болады. Біркелкі жайылады. Болмаса қасықтың көмегімен де бұны жасауға болады. 150 градуста қызып тұрған пеште 25-20 минутта бұл біздің меренгамыз пісіп дайын болады. Мен конвекциямен пісіремін, қыздар. Сіздер өздеріңіздің печкаларыңызға қараңыздар. Қолмен үсті басып көрген кезде корочка пайда болып сынатын болса, ол сіздің рулетіңіз пісті деген сөз. Енді рулетімізді пергамент қағазынан ажыратамыз. Егер де бұл пергамент қағазынан ажырату сіздерге қиындыққа түсіп жатса, онда ылғал шүберекпен жүріп өтсеңіз оңай ажыратылады. Енді рулеттің арасына салатын кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге суық сливкеге бірден қантымызды қосамыз да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қант толығымен ерігеннен кейін творожный сырымызды қосамыз. Творожный сырымызды қосқаннан кейін миксердің көмегімен тағы да араластырамыз. Креміміз қоюланып, біздің дайын бола бастайды. Дайын болған кремді жақсылап араластырып, арасындағы ауасын шығарамыз. Дайын болған кремді мен көз мөлшермен 2-ге бөліп аламын. Бір бөлігін рулетке спатуланың көмегімен жағып шығамын. Кремді рулетке толығымен жағып шыққаннан кейін рулетімізді орай бастаймыз. Егер рулетіңіз сынып жатса, одан қорқудың қажет жоқ, қыздар. Бұл фисташковый рулет сондай сынады, одан ешқандай қорқудың қажет жоқ. Тоңазытқышқа орағаннан кейін 2 сағатқа қойып қоямыз. Крем толығымен сіңуі қажет. Менің рулетім міне 2 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Өте ұзын болғаннан кейін ыңғайлы болу үшін 2-ге бөлдім. Енді креміміздің алып қалған екінші бөлігі арқылы фисташковый рулетті безендіреміз. Крем арқылы өзіңіздің қалаған өрнегіңізді салсаңыздар болады. Немесе клубникамен, малинамен безендірсеңіздер де өте әдемі шығады. Міне фисташковый рулет менде толығымен дайын болды. Егер рецепт ұнап жатса жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер және лайк басуды ұмытпаңыздар.